Қазір мына әскер азғындықтың ортасына айналып кетті десек артық болмас. Қой үстінде бос тұрған жұмыртқалаған бейбіт заманда қаншама қыршындай жастарымыз кетіп жатыр. Аман сау барып, аман емес қайтып жатқандар қаншама. Осы мәселе бойынша сіздер қандай қазір нақты шара қабылдап жатсыздар? Енді екінші мәселе мынау медкомиссияға байланысты. Өзіңізге қатысты. Енді менің ойымша сіз енді прокуратураның өкілі болғаннан кейін прокуратураның басты өзінің құзыреті бұл енді әскери прокуратураның әскер мәселесінде осы заңдылықты қадағалау. Қазір қоғамда үлкен сұрақ туындап жатыр. Осы біздің жастарымыз әскери борышты өтеуге байланысты, баруына байланысты. Енді бірі барып жатса, екіншісі қорқып жатады. Біз қазір өңірлерде бірқатар жағдайларды байқап жатырмыз. Яғни медициналық тексеру кезінде кейбір жастарымыз арнайы әскерден жалтырау үшін тіпті медкомиссияға өзі бір пара ұсынып, одан жалтырап жатыр. Әрине бір жағынан оларды түсінуге болады, әкешілерін түсінуге болады. Өйткені себебі Құдай сақтасын, кім қазіргі заманда өзін аман сау мәпелеп өсірген 18 жасқа дейін баласын аман есен 12 мүшесін түгел жіберіп, одан кейін Құдай сақтасын жаңағыдай мүгедек болып, я болмаса табытпен қарсы алып жатса, ол кімге жақсы? Сондықтан да біз қазір мен ойлаймын да, осы біз әскердегі мәселені реттемей, тәртіпсіздікті реттемей, өкінішке орай біз сонымен қатар парақорлықты арттырып жатырмыз осы салада. Менің айтар ұсынысым, дәл осындай мәселелер болдырмау үшін бұл жерде орысша айтқанда требуется драконья мера. Егер де бір өңірден бір осындай жағдай тап болды ма, бір сарбаз көз жұмды, болмаса жаңағыдай бір сарбаз мүгедек болып қалып жатса, дәл сол жерде менің өзімнің ойым, аймақтық әскери бөлімшелерінің бірінші басшылары міндетті түрде үлкен жауапкершілікке олар тарту керек, күшейту керек, тіпті трибуналға жіберу керек. Сол кезде ғана бізде тәртіп орнайды.